Ал хамеге кайырлы таң. Bizlerге жол болсын деп тілеп қоя берің. Bizler аэропортқа келдік. Құдай қалесе Нөкіс, Ташкент, Москва. Еле қап-қараңғы болып тұрған таңда үйден шығып Нөкістің аэропортына келдік. Нөкістің хауа райы деген қатты суық екен. Мен өмірімде ең бірінші мәрте самолетта ұшып көріп атпан. Қазір қай жерде отыраткенімізді, қандай орында отыраткеніміз ұлыма білмейміз. Кеше түнде сағат 12-лердің уақытында біздер онлайн билет алдық. Сөйтіп, о жерде орынларға қарамадық. Енді хайран қалатын жерлер, біздер мамам екеуімізді бір орында отырыппыз, қасымызда адам жоқ. Мен да, мамам да екеуіміз бірінші мәрте самолетта ұшып атпыз. Самолеттан жерден көтерілген уақытта ұлыма басқаша болады екенсің, жерге тартып кететкен. Ташкенттің самолетында біздерге кофе менен бір хот-дог жасаған булочка берді. Булочканың ішінде сиыр бар екен. Самолеттің отырықшыларында ұлыма экран еш нәрсе жоқ екен, телевизорда жоқ, көріп отыру үшін содан мамам екеуміз шайды ұрып алып та екеуміз сөйлесіп отырдық. Не ойлап отырсың? Багаждағы маегілеріміз қамаған ба екен деп ойлап отырмын. Қатты еңбек Маегілерімді ойлап отырмын. Біздер Ташкентке де бір сағаттың ішінде дәру жетіп алдық. Саламат болам. Сәлем, Ташкент. Ташкентке келдік. Иісі басқаша ғой, хауасы, ұпсы және үстіген. Мына жерден азыр чемодандарымыз келеді. О, мұнда театр. Күтіп алайық, қайсысы еді біздердікі. Чемоданымыз келіп қалды. Қаяқ сыпатып, енді маегіміз жарылып қалған болмасын, үйден ауылдың маегін әкеліп қой. Түленіп атпағанда келемен деген сол ма? Аты сондай ма? Атын ғой? Ауылдан аған ет маекті. Қазір сағат 12 болайын деп тұрды. 11-ден 5 минут өткенде келуіміз керек. Бірақ 11:30 болды қазір. Ендігі Небеттен, Ташкенттен және ұшып кетеміз. Оны сағат 1-ден 30 минут өткенде мен ұшып кетеміз. Күтеміз енді азғантай. Ташкенттің хауа райы деген жып-жылы екен, мына қараңшы шөп көгерген, қашан гүллеп жатыр. Бізде де енді шығады шөплер. Ташкенттің аэропортынан шығып, біздер сол аэропорттың артына айланып келдік. Себебі сол жақта мировой ұшаткен, яғни әр түрлі мемлекеттердің самолетлары ұшаткен. Қазір немізді чемоданымызды ашып бір спортлап аламыз. Ішіне маек сап қойыппыз да, құдайым ол маек сынып қалған болмағайшы. Чемодандағы маектілерді алдымызға алып отырамыз дедік, себебі аэропорттағы чемоданларды лақтырып жібереткен. Енді ройхаттан өтеміз, азыр регистрациядан сөйтіп, аэропортта адамдар көп күтема дейме, біреулер ұйықтап та жатыр ғой. Соменен азанда күтеміз, 1:30-да ма кетеміз. Неге ұшып? Москваға. Өбілген екен ғой несі? Жаңа аэропорта. Маек сынбаған, білмеймін, сынған ба, сынбаған ба. Сауға сай қолға алып алып қайтыр. Қазір бізде Ташкенттің мировой аэропортындамыз. Енді Москваға ұшып кететін самолетімізға мініп атпыз. Нөкістен Ташкентке ұшқанда 1 сағаттың ішінде жетіп келдік. Енді Ташкенттен тұрып Москваға 4 сағат ұшатқанбыз. Москваға ұшатын самолетіміз басқаша екен, ішінде мониторы бар екен, кино көріп отыра бересің. Ал енді бұл жерде біздер таярланатпыз ұшуға, ременлерді тағып, пәммезат қылып. Самолеттің ішінде мониторында бір 5-6 кино бар екен, киноларын көрдік. Мама мына бір киноларды көрді. Құласы қызық емес екен, ешбір кино дұрысы қызығы жоқ. Ұшқанымыздан кейін біздерге ауқат әкеп берді. Бұның ішінде тек көк шай менен қара шай бар екен. Қара шай қадымғы күнде үйде ішетін қара шай емес, сүтлі. Ал қадымғы қара шай заваркке демлеген қадымғы шай. Көк шай да сондай екен, қадымғы көк шай ағашы және ішінде құмшекер, ес таты жоқ. Сүлгіге сап орап қойған ауқатымыз бұл хот-дог екен. Қасында влажный салфетка менен кетчупы бар. Хот-догтың ішіндегі сосискісі нәм-наған екен, әдеуір тояткенсің. Самолеттің хот-догын бір керекте дегустация қылып көреміз. Хот-догты тістегеннен кейін қамыр ұлымы үзілмейді, қаттырақ тарқыңқырайтын сен сонда үзілді.
бір ғана ходоктың өзіне тоймайсың, содан кейін бараман дегенше осы құрмаменен жүрек жалап бардық. 4 сағат тынымсыз ұшып, ақыры жетіп келдік. Мына тоғайларды қараң. Мына қап-қара болып тұрған бәрі елкалар ғой. Және әрбір үйдің қасында итлердің ұясы да бар екен, будкаларының. Үйлер әмесі тоғайға жақын, үйлердің қасына көбінше қасқырлар, аюлер кеп тұратын шығар, әмесіне тоғайлықларда жасайды. Сонымен аэропортымызға да келдік. Осы жерден баслап қонып баслап атып, аэропорты үлкен екен. Ал біздерді құттықлай берсеңіз болады. Біздер келдік, жетіп келдік. Түштік самолеттан. Қазір сыртты көрсетеме қандай екен. Россияның аэропорттан түштік. Я қараң, дала деген аппақ. Москва. Бізде келдік. Аэропорттан өттік, паспортный контрольдан өттік. Келдік. Аэропорттан шыққаннан кейін біздер метроға бардық. Метромен кететін болдық. Москвада көпшілік емес, барлық адамлар метрода жүреткен. Метроны барлық белгілі жерлерге байланыстырып қойған. Аэропортқа байланыстырып қойыпты. Аэропорттан шыға сала метроға кіріп кететкенсең. Және Красная площадьтың қасында тұрыпты. Метродан шығып, Красная площадьтан айланып қайтадан метроға кіріп кететкенсең. Метрода және мені қатты хайран қалдырған жері метроның іші ып-ыссы. Біздер баста ойлаған едік, метроның іші суық болатын шығар деп қалың киініп алдық. Бірақ метроға кіргеннен кейін іші деген ып-ыссы екен, дым ысып кеттік. Сондай метрода бір қаптаулы тұратын қалалар қаптауынан өтіп кеткен, бір қаптаулы тұратын сен де 10 қаптаулы шет жақтан адамдар өтіп кете береді. Москваның метролар деген қатты жүреткен, бірінші пункттан екінші пунктқа бір 3 минутта, 2 минутта жетіп келеткен ғой. Біздер Құдайға шүкір метродан шықтық, енді далаға шығacақпыз. Оласы -5 градус дейді. Соп-соқ, мен аяғымда сонша не бар, киім бар да, суық өтіп тұр ғой сонда дене. Россия, Москваға келдік. Зор ғой. Қар жауып тұрды. Нағыраның бәрі қар. Россияда суық болып жатыр екен, машинасы өтіп кеткен еді кеше жақында. Ал сонымен біздер өзіміздің отелімізге де келдік, киініп алдық. Әзет баю. Метро дегенде ұлыммен жүрмей-ақ қойын, неше 3 сағат өтті келген, самолеттен түскеннен. Ой, метродан түштік, міндік. Жүресең 1 сағат күтесен ғой жаңағыны. Метроға мінбең, Москваға келсеңізде дым күшіңді тартып алаткен, энергияны тартып алаткен ғой. Еқіп қалдық, ұлыма аш болып та қалдық, және қоласы үйдің киіміне киініп алдық. Енді отельді көрсетемен. Біздердің қанамыз қандай болып тұрды. Бірінші кірген ауыздан қадымгідей. Екінші жағы, ойбай, пісімді, аяғым-ай. Мына аяғы душ, қадымгі туалет, ванна, сондай кішкентай екен, 2 адамлық қылып алдық. Айнасы деген нәм-нәхан, нәжінде светі бар, сөйтіп ішінде неде қой екен. Мынандай нелер, шай қойыпты, су бар екен. Сөйтіп ішіне менюнан сап қойыпты. Мына яқта незатлар бар, незатлар жоқ, сондай сыларды. Кроваты сондай, мына яқта шкафы бар. Келін холодильникті көреміз. Холодильниктің ішіне не бар екенін. Бір зат болсыншы. Яқтан ашылады. Яқтан ашылады екен ғой. Бісміллә. Там-там-там. Ай, рахмет. Есат жоқ екен. Мына яқта шақыратын нелер. Жаңақта диспетчер ма не регистраторды шақырасың. Сонымен болды мына яқта. Ыстықш бар екен. Түнде суық болса осымен ыстасаң деді. Бірақ ауа-райы деген қатты мұздай екен. Өтіп кетеді сүйегіңнен. Тап, мұздай екен. Мына перде. Батареясы. Наны қараң. Вау! Қып-қызыл реңмен жағып қойды да. Зор ғой.
және бұл жақта Яндекс такси деген мүмкін емес көп екен. Машин адам басқан жерінде сұп-сұлу машиналарды адам Яндекс таксиге қойды, сыртына Яндекс такси деп жазып қойды. Әмесі сондай екен ғой. Дым қымбат дейді оған мінсең. Біз метромен келдік. Метро әме заттың өз қиыншылығы бар ғой, метродан қиын болды келіп бару. Москваның отелі зор, бірақ зор екен. Шүкір, осындай отель бергеніне шүкір, рахмет. Келін біргелікте шай демейміз бізде де. Бір пакет бар екен. Суды қашан қайнатып қойдыған. Тұра берсең қайнатып қойдыған. Шөліп тұртпан қатты. Мен ораза тұтпадым ұлыма. Мамам тұтып келді. Содан кейін ашқан арқай шыдап келді. Пакетик, бір пакетик екен іші. Бірі деп салып, біреуін салып, екіншісіне деп салатын шығармыз. Так, сөйтіп, қане, мынаны суырып алайық бірінші. Так, құямыз. Ұстаймыз мынаны. Кеттік. Қайнап тұрған су. Нетек. Әне, ке саламыз. Метродан шыққаннан кейін ұлыма магазинге кіре алмадық. Сөйтіп ауқатта жеген жоқпыз. Қашан самолеттен келген уақытта Ташкентте Москваға шекем келдік. Сол самолетті бізге қадымғы хот-дог берді. Сөйтіп бір шай берді. Соның майыменен біздер кәтпіз елі. Аштан қат ашып атпан. Енді қазірше магазинге кірмегеннен кейін шай менен нан жейміз кешке. Көреміз бір. Көтін тақтай болды ма дедім. Соменен біздердің бір күніміз таусылды. Азанда біздер такси шақырып үйден шығып ек. Енді кеште ұйқылайтын уақытта Москвада, Россияда, отельде ұйқылаватпыз. Уақыт деген бір майданда. Бірақ сол уақыттың ішінде сонша зат өтті. Ал біздер ұйқылауға кеттік. Хамеге қайырлы түн, жақсы демалың. Азанда көрсеміз. Ал хамеге қайырлы таң. Біздер ұйқыдан тұрдық. Кеше ерте жатқаннан бүгін ерте тұрдық. Енді азанға әкелген маекілеріміз бар ғой, содан 2 маек алып, соны тефалымызға салып қайнаттық. Азанда енді маек жейміз. Ал мұна болса біздердің жуыну қанамыз. Сондай душылары суға қаткен. Зор екен. Мына біздердің азанғы асымыз. Қадымғы құрма, нан, шай, маегімізбен. Не қараң? Мынандай сақалы бар ит көрініп тұрды, үш ит не қара. Біреу сосиска ит, екіншісі сақалы бар. 2 сақалы бар итпенен бір сосиска ит екен. Мұш не қаналар? Сарадасынан білесің. Ана жақта киім киген итті қара. Бізге тұра ондай. Не қараң, күрткі киген ит. Күрткі кезі қойды итіне.